Қайырлы күн баршаңызға. Меренгілі алма пирогын дайындаймыз. Бізге бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, қант қажет. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды және де разрыхителімізді қосып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Кішкентай бөлігін тоңазытқышқа салып қоямыз, үлкен бөлігін холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге аршылған алма қажет болады. Оған кукурузный крахмал, корица қосамыз және де қант қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Меренгімізді дайындап аламыз. Жұмыртқаның ағына қантты ұнтағын қантты қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Меренгіміз дайын бола бастаған кезде крахмалымызды қосып, тағы да араластырамыз. Қамырымызды формамызға жайып аламыз. Оның үстіне салмасын саламыз. Салмасының үстіне холодильник морозильникке қойылған